Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екі таңбалы сандар бойынша өзіңді тексеруге арналған тапсырмалар екен, иә? Яғни екінші сыныптың 6-шы сабағы. Екі таңбалы сандарды құруды, жазуды, оқуды, екі таңбалы сандарды тура санау және кер ретпен атауды, екі таңбалы сандардың натурал сандар қатарында орнын анықтауды, екі таңбалы сандардың разрядты қосылғыштарын қосылыс түрінде жазуды, екі таңбалы сандардың графикалық моделін құруды және екі таңбалы сандарды салыстыруды, жай есеп шығаруды үйренген болатынбыз. Міне осы бойынша бүгін өзіңді тексеруге байланысты есептер шығаратын боламыз. Бірінші, тиісті сандарды жаздық. 7 ондық 2 бірлігім, ол бізде неге тең? 72-ге тең. 72. 9 ондық 8 бірлігім, ол бізде 98-ге тең. Сонымен қатар 9 ондық 0 бірлігім, ол 90-ға тең. 6 ондық 2 бірлігім 67-ге тең. Келесі, сандарды жаз. 47, 47, 56. Немесе бұны балдар, мына жаққа былай жасақ та болады. Екінші есеп 47. Бүтір арқылы жасақ болады. 56. Бүтір. 62. Бүтір. 71. Бүтір. 98. Бүтір. 34. Және 29. 2 ондық 9 бірлік. Келесі тапсырма. Сандардың жазылуында әрбір цифр нені білдіреді? Үлгі бойынша әр санда неше ондық, неше бірлік бар екенін жаз дейді. 75-ті жазайық. 75 ол тең 7 ондық 5 бірлігі 7. Сандардың жазылуында әр цифр нені білдіреді деген бойынша, үлгі бойынша, мына 75 деген ол 7 ондық 5 бірлік. 48 дегенім ол 4 ондық 8 бірлік. 23 дегенім 2 ондық 3 бірлік. 95 дегенім 9 ондық 5 бірлік. 61 дегенім ол 6 ондық 5 бірлік екен. Келесі тапсырма. 69, 4-ші тапсырмада 69, 20, 47, 95, 38, 51 сандарының көршілерін жаз дейді. 69 деген ол нөмірі 4-ші есебі. 69 деген оның көршісі. 69-ның көршісі не бізде? 60, 68 бен 68 бен не? 70. Жиырманың көршісі 19 бен 21. Ол деген сөз 20-ның алдындағы және 20-дан кейінгі сан. 47-ның көршісі алдыңғы саны 46, одан кейінгі саны 48. 95-дің көршісі 95-дің алдында 94, 95-тен кейін 96. 38-дің көршісі 37 мен 39. 51-дің көршісі 50 мен 52. Енді әр пунктінде айтады, 87, 60, 81 сандарының алдындағы сандарды разрядты қосылғыштың қосындысы түрінде дейді. Жаз дейді. 87-ның алдындағы сан ол бізде 86. Одан кейін 60-тың алдындағы сан ол бізде 59. Және 81-ның алдындағы сан ол бізде 80. Осыларды разрядты қосылғышының қосындысы түрінде жазсақ,
80 қосылу 6 болады. Сексен алты деген ол 80 мен 6-ның қосындысы. 59 деген 50 мен 9-ның қосындысы. 59 деген разрядтық қосылғыш түріне жазсақ, 50 қосылған 9-ға тең. 80 деген ол 80 мен 0-ның қосындысына тең. Келесі тапсырма сандарды салыстыру. 5-ші тапсырмада 29 мен 31 салыстырсақ, ондықтарын салыстырсақ, 2 мен 3-ті салыстырсақ, 3 үлкен, яғни 31 үлкен болды. Тағы 89 мен 91 салыстырған кезде 9 үлкен, ондықтарын салыстырған 91 үлкен болды. 47 мен 43 салыстырғанда 4 пен 4 тең, енді бірліктерін салыстырамыз. 7 мен 3-ті салыстырсақ, 7 үлкен, сосын 47 үлкен. Міне осы жолмен салыстырамыз. 64 пен 58 салыстырсақ, 64 үлкен болады. 75 пен 68 салыстырсақ, 75 үлкен болады. 81 мен 96 салыстырсақ, 96 үлкен болады. 31 мен 56 салыстырсақ, 56 үлкен болады. 6-шы тапсырма. 59 санының графикалық моделінің бірінші. Әр түсті шаршылар түрінде және әр түсті дөңгелектер түрінде 2 пункт бойынша жазуымыз керек екен. 59 сан бірінші А пунктini шаршы түрінде жаз дейді. 9-ды шаршы түрінде міне жазып жатырмыз. 4-еу, 5-еу, 6-ау, 7-еу, 8, 9. Енді әр түсті деген ғой, енді екінші бірлікті, ондықты басқа түспен жазайық. Қызыл түс алайын. Қызыл түсті 5 шаршы салып шығайын. 1, 2, 3, 4, 5. Ә пунктінде айтады, дөңгелек түрінде дейді. Дөңгелек түрінде жазайық. 5 дөңгелек салып шығайын. 1, 2, 3, 4, 5. Енді куб алайын. 9 дөңгелек салып шығайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне 6-шы тапсырма, енді 7-ші тапсырма зерттеу. Разрядты аттамай бір таңбалы сандарды қосудың қысқаша кестесін құра аласың ба дейді. Кестедегі бос орындарға қосындының мәндерін қой дейді. Қосу кестесінің көмегімен 8-2 сандарының айырмасының мәнін қалай табады дейді. Міне мына бос орындар толтыруымыз керек. Ол үшін 2-ге 2-ні қосам, 4 болады. 2-ге 3-ті қосам, 5 болады. 2-ге 4-ті қосам, 6 болады. 2-ге 5-ті қосам, 7 болады. 2-ге 6 қосам, 8 болады. 2-ге 7 қосам, 9 болады. 2-ге 8 қосам, 10 болады. Енді 3-ті қосып шығам осы қатарға. 3-ге 2 қосам, 5 болады. 3-ге 3 қосам, 6 болады. 3-ге 4 қосам, 7. 5 қосам, 3-ге 8. 3-ге 6 қосам, 9. 3-ге 7 қосам, 10. Келесі 4-ті қосып шығам. 4-ге 2 қосам, 6. 4-ге 3 қосам, 7. 4-ге 4 қосам, 8. 4-ге 5 қосам, 9. 4-ге 6 қосам, 10. 5-ті қосып шығам, 7. 5-ге 2 қосам, 7. 5-ге 3 қосам, 8. 5-ге 4 қосам, 9. 5-ге 5 қосам, 10 болады. Айырмасын қалай жасайды дейді, 8-ден 2-ні азайта саламын, мына жерге 6 деп жасай саламын.
Есепті шығар дейді. Жараста 38-ші есепте. Жараста 30 асық бар. Ол 30 асықты досына сыйлады. Жараста неше асық қалды дейді. Бұл жерде шартын құрамыз. Жараста 30 асық бар. Ол 10 асығын досына сыйлады деп қысқаша жазамыз. Сонда шешуі бұл жерде не болады? 10 асықты сыйлап жүрсе, 30 азайту 10 тең 20. Сонда жараста 20 асық қалған екен. Шешуі жараста 20 асық қалды деп жазамыз. Бұл номері 8-ші есеп еді. Сонымен балдар, бүгінгі сабағымыз осының соңына жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Егер қандай да бір сұрақтар болса, комментарийға жазамыз және каналға тіркелуді ұмытпаймыз.